Тәубе. Кез келген рухани дәреженің басы шынайы тәубе. Онсыз келесі деңгейге жету мүмкін емес. Егер шын ықыласпен тәубе етсе, Алла Тағала ол құлын жақсы көреді. Өйткені ол расында Алла тәубе етушілерді және тазарушыларды жақсы көреді. Бақара сүресі 222 аят. Бұл аятта Алла Тағала күнәларына тәубе етушілерді сый-сияпатқа бөлейтінін және рухани жамандықтан тазарғандарды жақсы көретінін білдірген. Кейбір ғалымдар мұны күнәға тәубе ету және қапалықтан арылу деп түсіндіреді. Сондай-ақ Алла Тағала тәубе етпегендер залымдар, Хужрат сүресі 11 аят дейді. Дін ғалымдары олар залым, өйткені олар мойынсұнбаушылықта табандылық танытып, сол арқылы өздерін жазаға ұшыратуда дейді. Әт-Тәуилат ән-Нәжмия кітабында тәубе етпегендер деген сөзден мақсат жасаған жаман істеріне өкінбегендер және шайтани мінез өзі туралы жоғары ойда болып, басқаларды менсінбей төмен санағандар. Ал олар залымдар деген сөздер олардың іблиспен бірге қарысқа ұшырап, Алланың мейірімінен айырылып, қуылғандардың қатарында екендігін білдіреді. Алла Тағала айтқандай, залымдарға Алланың лағнеті болсын. Худ сүресі 18 аят. Бұл аяттарда тәубе етуден бас тартқан адамның залым болатынына бұлтартпас дәлел бар. Сондықтан адам баласы барлық жиіркенішті істері мен күнәларына, әсіресе жоғарыда айтылғандарға шын жүректен тәубе етуі керек. Құл күнә жасаған кезде оны қараңғылық орап алады. Өйткені күнә құдды от тәріздес, ал қараңғылық оның түтініндей. 70 жыл үйге от жақсаң, түтінінен іші қап-қара болып кетпей ме? Сол сияқты жүрек қайта-қайта қарсы келу салдарынан қараңғылық басып, Алла Тағалаға тәубе ету арқылы ғана тазарады. Мойынсұнбау адамға сырттай да іштей де әсерін тигізеді. Іштей әсері жүректің қатаюы, жүректің қысылуы, нәпсінің қаңырлығы, соқыр адамша нәпсінің айтқанына көніп, айдағанына жүру, Аллаға құлшылық етуден ләззат ала алмау, сондай-ақ Алладан алыстататын жұмыстарының көбеюі. Тіпті Аллаға мойынсұнбауда адамның атын өзгертуден басқа оған жамандық келмесе де, мойынсұнушы дегеннен бағынбаушы дегенге бұл оған жеткілікті болар еді. Өйткені егер сіз жаратушыға мойынсұнсаңыз, жақсылық жасаушы атанасыз. Ал керісінше, Алла Тағалаға мойынсұнбасаңыз, атыңыз жамандықты жаюшы, Алла Тағаладан бет бұрушы болады. Бұл жерде тек атау ғана өзгерді. Ендеше, жаратушыға мойынсұнудың ләззатын қарсы шығудың ләззатына айырбастаудың, Алла Тағалаға құлшылық етудің ләззатын нәпсінің рахатына ауыстырудың қасіреті қандай үлкен десеңізші. Есіңізде болсын, жүрек тамыры Аллаға мойынсұнушылық суымен суарылатын ағаш тәрізді. Бұл ағаштың жемістері жүректің, дененің басқа мүшелеріне жағымды әсері болып табылады. Олай болса, көздің жемісі көргеннен ғибрат алу, құлақтың жемісі Құран тыңдау, тілдің жемісі Алланы зікір ету, қол мен аяқтың жемісі жақсылық жасаудағы табандылық. Ал егер жүрек қурап қалса, яғни Аллаға бағынбау салдарынан қатып қалса, оның жемісі де жойылады. Ендеше, біз үшін ең маңызды міндеттердің бірі нәпсімізді тәрбиелеу, оны шынайы тәубе арқылы жетілдіру. Сондықтан Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, мен үмметім үшін ең көп екі нәрседен қорқамын: құмарлыққа бой алдыру және ұзақ мерзімді таусылмайтын армандар. Өйткені құмарлыққа бату ақиқатқа апаратын жолда жауып тастайды, ал дүниелік нәрселерге тойымсыздық адамды ақыретін ұмытуға мәжбүр етеді. Олай болса, тәубе келген адам өзінің нәпсісіне үнемі қарсы тұрып, наразылық танытып, Алла Тағаладан күнәларының кешірілуін үнемі тілеп отыру керек.
оны дін ғылымдары былай түсіндірді: тәубе өмірінің соңына дейін басынан өткен қорқыныш сезімі, ал шын жүректен тәубе еткеннен кейін жасалуы тиіс алғашқы нәрселер: біреуді ренжіткен болса кешірім сұрау, қарыздарды өтеу және адамдар алдындағы өз міндеттерін орындау. Бірақ егер мұны бірден орындау мүмкін болмаса, ең болмағанда осыларды жасауды жоспарға қою керек. Кімге зиянын тигізген болса, кешіруін және қарызды өте алмағандығы үшін қарыз иесінен кешірім сұрап, кейін өтегенге дейін күтуін өтіну қажет.